Рубен Альварес, Сальвадор Санчес, Хулио Цезар Чавес. Бұлар Мексиканың ең мықты боксшылары атанған. Ал біздің көз алдымызда олардың жолын қуған Сауль Канело Альварес өнер көрсетіп жүр. Канело қазіргі таңда қазіргі бокстың басты жұлдызы. 34 жасында паунд-та-паунд рейтингі бойынша нағыз мықты боксшылардың көшін бастап тұр. Сауль 4 салмақ категориясы бойынша әлем чемпионы атанды. Поястар бойынша Майвезердің коллекциясынан кем түспейтін белбеулері де жеткілікті. Кезінде Майвезермен де бокстасып, қазақстандық нокаутер Triple G Геннадий Головкинді де жеңді. Бокстың басты жұлдызы атану үшін Альварес біраз қиындықтан өтті. Бұл бейне ролик Сауль Канело Альварестің бокстағы жекпе-жектері, жетістіктері мен соққыларына толы болмақ. Бастамас бұрын сіздерді каналға жазуларыңызды сұраймын. Статистика бойынша көрермендерімнің 96% каналға жазылмаған екен. Каналға жазылу арқылы қазақ тілді YouTube арнаның дамуына және көбірек видео шығуына септігін тигізесіздер. Сауль Мексика мемлекетінде қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келді. Канело лақабатын кішкентай кезінде алды. Мексикада Канело деп сары адамдарды айтатын болған. Саульдің үлкен ағасы бокспен айналысу үшін Тихуанаға кетіп, оралған сәтінде Канелоға бокс қолбағын сыйға тартқан. Дәл осылай әлемге танымал мексикандық боксшы алғаш рет бокс қолбағын киді. Альварес 13 жасынан бастап бокстасты. 2 жылдан кейін Мексиканың жастар арасындағы чемпионы атанды. Алғашқы 18 жекпе-жегінде 17 рет жеңіп, 1 рет тең тарқасқан. 18 жасқа толмай жатып, орталық Американың жартылай орта салмақ бойынша титулға таласып, Габриэль Мартинеске қарсы рингке шықты. Канело қарсыласын қыспаққа алып, күшті ауыр соққыларын жаудырды. Қарсыласы берілгісі келмесе де, ауыр соққылардың дәл тиюі техникалық жеңіліске алып келді. Бұл уақытқа дейін Саульдің ағалары кәсіпқой бокста өнерлерін көрсетіп үлгерген болатын. Бірақ нағыз жұлдыз тек Канело атанды. Саульді мексикалық медиа алпауыт телевиза өзінің қарамағына алды. Бірақ Канелоның медиа бойынша өсуі Оскар де ла Хойямен контрактқа отыруы көп септігін тигізді. Мексикалық рингте 31-0 статистикасымен ешкімге жеңілмеген Канело нағыз боксты Лас-Вегаста Хосе Котамен рингке кездесумен бастады. Кота соққылар жасағанымен Канело бірден жауабын берді. Альварес канатта жекпе-жектің көп бөлігін өткізді. Кейін көп қозғалып, соққылар жасады. Кота жекпе-жектің ортасында оңай олжаға айналды. 10-шы раундта біраз удар жеген Кота техникалық нокаутпен жеңілді. Альварес WBC титулы бойынша жартылай орта салмақта Мэтью Хейтонға қарсы жекпе-жек өткізді. Хейтон үлкен болып көрінгенімен бокс шеберлігі жетіспеді және Канелоға айтарлықтай қауіп төндірмеді. Мексикалық жақсы қозғалып, қорғанып, дәл соққыларымен бұл текетірестен жеңімпаз болып шықты. Хейтонға қарсы жекпе-жек Канелоға әлі де көп нәрсе үйренуі керектігін көрсетті. Ал де ла Хойя Альваресті медиа алпауытына қалай айналдыру керектігін көздеді. Альварес халыққа танымал адамдарды жеңсе де, өзіне қауіп төндіретін боксшылармен әлі кездеспеді. Бірнеше жекпе-жектен кейін Канело деңгейі үлкен ақшаға рингке шығуға дейін өсті. Осы жолы керемет боксшы Шейн Музлиге қарсы өнер көрсетті. Американдық бір кездері ең мықты боксшылардың рейтингін бастап, жас Рой Джонсонды да артта қалдырған болатын. Жекпе-жек американдықтың джебтерімен басталды, ал Сауль соққыларын қатар-қатарынан жіберіп отырды. Бокс ардагері жас мексикандықтың қимылдарына ілесе алмай соққылар жібере берді. Хук, аперкот, бүйірден соққылар Канелоны жеңіске алып келді. Канело $2 миллион және әлемдік жұлдыз статусын иеленді.
Канелоның жұдырығынан Хосе Сита Лопес те қашып құтыла алмады. Кейін ешкімге жеңілмеген Остин Траутпен кездесті. Американдық 26-0 рекордымен WBA титулына иелік еткен болатын. Which is usually the best and sometimes the only way. Last year that this is his time for coming. Трауттың сол қолының стойкасы Канелоға жақындауға мүмкіндік бермеді. See him circling to his right. Canelo will have to cut off the ring. He takes a left hand and then comes in and shoves. Ол жақсы қорғанып, джептер арқылы қарсы алып отырды. To have a fight. He's in there to win the fight. But if he gets it, Ал Канело корпуспен жақсы жұмыс жасап, жақындауға күш салды. how it affects the opponent. Екі боксшы да соққылары жағынан бір-біріне есе жібермеді. Траут көп жұмыс жасады. Альварес дәл соққылар жіберді. Бірақ Остин соңына дейін шыдағанымен Сауль Альварестің жеңісті жұлып ала алмады. Yes, he did it. And if there is any Келесі жекпе-жек Канело үшін үлкен сынақ болды. Ол тарихтағы ең ұлы боксшы болып саналатын Флойд Майвезермен кездесті. Майвезер үшін бұл жекпе-жек соңғы 6 жылдағы табысты жекпе-жектердің қатарына енді. Бұл жекпе-жекте Майвезер көп жылдар бойы қайраған стилін көпшілікке паш етті және көпшіліктің сұрақтарына жауабын берді. Тәжірибелік немесе жас. Watch these combinations, Davey boy. Mayweather with the jab, the right hand in the corner. He's the one in the corner. He's supposed to be the one getting taken away, and he's not. And look at the... Бұл жекпе-жекте жеңілгенімен Альварес өзінің танымалдылығын арттырып қоймай, бірнеше қыруар қаржы алды. Кәсіпқой бокстан бірнеше уақыт демалғаннан кейін рингке американдық Джеймс Киркландқа қарсы жекпе-жекке шықты. 32-1 нәтижесі бар американдық Канелоны бірінші раундта ақ құлатуды көздеді. Ал мексикандық таза соққылар арқылы жауап берді. Джеймс үшін бірінші раунд соңғы раунд бола жаздады. Киркланд есін жиып, жақсы соққылар жібере бастады. Бірақ Канело өзінікін жасады және бізге ең керемет нокаут сыйлады. Right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand, and Shorely's going to stop the fight. What a performance by Canelo Alvarez. Maybe all things. Дәл осы кезде Канело мен Triple G арасындағы жекпе-жек туралы қауесет тарады. Бірақ Канело 72 килограмм салмақта жекпе-жекке шығудан бас тартты. Оның орнына Олимпиаданың күміс жүлдегері 3 салмақ категориясы бойынша чемпион атанған Альмейер ханмен жекпе-жекке шықты. Британдық аяқпен жақсы қозғалып, екі қолымен де жойқын соққылар жібере алатын. Ол жекпе-жекті жақсы бастап, бірінші раундты алды. Бірақ Альварес оның жекпе-жек стиліне ақырындап үйрене бастады. Британдықтың соққылары Канелоға қатты қауіп төндірмеді. 6-шы раундта Канело британдықтың жарығын оң қолымен өшірді. Бұл жекпе-жек Канелоның әлде қайда деңгейінің өскенін көрсетті. Альварес сенімді нокаутерға айналды. Головкин де екі жекпе-жек өткізіп, екеуінде де жеңімпаз болып шықты. Және біршама журналистер Triple G қарсыластарын оңай әрі нокаутпен жеңіп жатқанын және техникаға емес, қара күшіне сенетінін айтқан болатын. Ал Альварестің Головкиннен қорқатынын жариялаған еді. Канело Головкинге дейін Хулио Цезар Чавес Джуниорға қарсы жеңіл жекпе-жек өткізіп, жеңіп шықты. Ал Головкин керісінше Дэниел Джейкобсқа қарсы 12 раунд бойы ауыр жекпе-жек өткізді. Және алғаш рет соңғы 9 жылда нокаут бойынша емес, төрешілер есебімен жеңіске жетті. Дәл осы сәтте Канело мен Головкин арасындағы қақпа кеңінен ашылды. Қазақстандық боксшы бірден 4 түрлі поясты иелік еткен болатын. 37-0 рекордымен 34 нокаут жасаған еді. Көптен күткен жекпе-жек 2017 жылы Лас-Вегаста өтті.
Бұл Канело үшін Майвезерден кейінгі ең қиын жекпе-жек болды. Головкиннің жеңіске деген құлшынысы Канелоны екінші номермен өнер көрсетуге алып келді. Triple G'дің соққылары көздеген жеріне дәл тиіп отырды. Both men exchange good right hands. Short, tight punches as well. Right hand again by Golovkin. Канело да мінезін көрсетті. Ropes like this. He's not. There he goes out there. Канело көп соққылар өткізіп алды. Canelo again on the rope beautifully as he tries to fight off the ropes. And Triple G. Головкиннің қателіктерінен ауыр соққылар жасады. Бірақ Геннадий оңай шағылатын жаңағы емес екенін Канелоға түсіндірді. His punches look like they still have sting behind them. That pressure bust pipes. Жекпе-жек 12 раунд бойы жалғасты. Соңғы раундтарда ашық жекпе-жекке ұласты. Golovkin marches back. Now he's throwing. Triple G comes back. And that's it. Канело көп удар өткізгенімен, төрешілер бұл жекпе-жек тең өтті деген мәлімеге келді. Мұндай тең нәтиже екі боксшылардың да көңілінен шықпады. Сондықтан қайтадан рингке шығуға екеуі де келісті. Жекпе-жек жақындағанда Канело допинг тесттен өте алмай, қанынан қабылдауға болмайтын препараттар табылды. Жекпе-жек 1 жылға шегерілді. Ал Головкин құр жатпай, Мартиресянмен рингте кездесіп, келген жеріне қайтарды. Hand again by Martirosyan. Hard left hook. Right hand Golovkin. Another left. Hard left hook. Down goes Martirosyan. 2018 жылы бүкіл әлем күткен жекпе-жек орын алды. Бұл кездесу бокс тарихындағы ең үлкен промо болып саналды. Рингте Альварес аз қозғалып салмақтылық танытты. Головкин көп қозғалып, дәл соққылар жаудырды. Канело Головкиннің қателігін күтіп соққылар жасады. Canelo has connected very well to the body in this round. Solid overhand right from Canelo. Бірақ Геннадийді бұлай қорқыта алмады. Головкин оң қолымен көп жұмыс жасады. Бірақ Канелоны тек джеб ударларымен құлату мүмкін емес еді. 12 раундқа созылған жекпе-жекті төрешілер нүктесін қойды. Статистика бойынша екі жекпе-жекте де Головкиннің басымдығы болғанымен Канело жеңімпаз атанды. Бұл жекпе-жектен кейін Головкиннің карьерасы ақырындап сөне бастады. Triple G мен өткен жекпе-жектен кейін Альварес біршама ақша тауып, көп брендтермен контрактқа отырды. Кейінгі жекпе-жек Дэниел Джейкобсқа қарсы орын алды. He continues to do so. Just make this guy miss. Floyd Mayweather style. His head movement and waist movement has been exceptional. Canelo went up to light heavyweight to take on Sergey Kovalev. 12 раунд бойы жеңімпаз анықталмай, төрешілер есебімен Канело жеңімпаз деп танылды. Орта салмақта қарсыластар қалмағаннан кейін Альварес орта ауыр салмаққа дейін көтерілді. Қарсыласы 29 нокаут иесі Сергей Ковалев болды. Альварес бұл кездесудің анық жеңімпазы екенін алғашқы 5 раундта көрсетті. Ковалев көп соққы жіберіп алды. Және Канелоның соңғы соққысы Альвареске жеңіс сыйлады. Kovalev's not even committing to the... Here it is. Kovalev's hurt. Kovalev's down. Kovalev's out. It's over. That's fair. Канело бокс тарихы бойынша 3 салмақ категориясы бойынша бір уақытта поясқа иелік еткен Армстронгтан кейінгі екінші боксшы атанды. Ол ең көп жалақы алатын спортшылар қатарына енді. Оның алдында тек Роналду, Месси, Неймар ғана болатын. Ал жыл соңында журнал Ring жыл боксшысы деп таныды. Осымен сіздерге арналған бейнеролик өз мәресіне де жетті. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.